Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін токсичный адамдар, яғни уытты адамдар туралы айтатын боламын. Уытты адам деген кім? Жалпы токсичный адам дегендерді қандай адамдар дейміз? Неге кейбір адамдар туралы аурасы нашар, онымен сөйлессем шаршап қаламын, басым ауырады дейміз? Қазіргі күні токсичный деген сөзді уытты адам деп аударып жүр. Ал уыт деген сөзге мынандай анықтама берілген. Уыт адам немесе жануарлар ағзасына түскенде оларды ауруға шалдықтыратын немесе өлімге әкеп соқтыратын бактериялық, өсімдік немесе жануарлар текті улы заттар екен. Ал уытты адамдар туралы айтатын болсақ, өздерінің пікірлерімен немесе әрекеттерімен ұзақ мерзімді жағымсыз эмоцияларды тудыратындар уытты адамдар деп саналады екен. Уытты адамдардың әртүрлі түрлері бар және біздің өмірімізге жақсы нәрсе әкелетін адамдарға жақын болуды қалау, олардың қасында жүруіміз мүмкін екен. Мұндай адамдар сіздің психикалық әл-ауқатыңызға зиянды және олар сіздің отбасыңыздан, достарыңыздан, бауырларыңыздан, жұмыстағы қызметкерлерден немесе қарапайым басқа адамдармен қарым-қатынас жасаған кезде кез келген жерден табылуы мүмкін екен. Әрине сіз кім жақсы ағашты құшақтайды, оны жақсы көлеңке паналайды деген сөзді естіген боларсыз. Сондықтан осы уытты адамдардың ықпалының радарына ұшырау мүмкіндігі болғандықтан, мынандай олардың қасиеттерін біліп, сипаттарымен және күресуге болатындығын және оларды емдеу керектігін білмесеңіз де, кейбір көрсеткіштер арқылы оларды анықтауыңызға болатынын ескерткім келеді. Уытты адамды анықтау үшін, уытты адамдардың сипатын білу не үшін қажет дейтін болсақ, олар жағымсыз эмоцияларды үнемі қоздырып отырады және олар іс-әрекет жасаушы емес, негативті сөйлеушілер. Олар бір нәрсе жасаудың орнына неге олар жасауға болмайтынын немесе күнінің көп бөлігінде шағымданумен сіздің уақытыңызды алады. Олар көп шағымданады. Әсіресе жағымсыз проблемаларға назар аударады, тек теріс перспективаны көреді және басқа шешімдерге назар аударуға мүмкіндік бермейді. Бұндай адамдарға басқа адамдар қосылып, бір нәрсеге шағымданып жатқанды олар ұнатады. Олар сол сияқты өз проблемаларын айтады, ал өмірлерінде болып жатқан жағымды жағдайлар туралы ешқашан айтпайды. Олар өздері туралы үнемі әңгімелесуге бейім, өз эго тамағын тамақтандырады. Барлық себептер үшін ақтаулар жасайды, яғни ақтала береді. Сонымен қатар олар өсек аяңды жақсы көреді. Сенімді емес, тәкаппар, яғни бәрін білемін және өзгелерден өзімді жоғары сезінемін деп сенеді. Ешқашан кешірім сұрамайды, тұрақсыз, екіжүзді, ештеңе олардың жауапкершілігінде емес, яғни ештеңені жауапкершілікке алмайды. Басқалар және бір нәрсе болатын болса, басқа біреу кінәлі деп ойлайды. Сол сияқты олар өтірік айтады. Олар өтіріктің объектісі болып табылатын адамдар үшін ауыр болуы мүмкін. Тақырыптар туралы өтірік айтады. Білмей, ойланбай басқаларды соттағысы келіп тұрады. Олар әдетте жеке идеясы жоқ, басқа адамдар көбі не істесе, соны істеп жүрген адамдар.